Жарлы шал есегіне мініп жол жүріп келе жатса, есегінің бақырған дауысын естіп бір топ бала алдына жүгіріп шығады. Олар шалды ажуам мазақ еткілері келіп: Ата, неге сіз есегіңізді өлең айтуға үйреттіңіз? деп сұрайды. Сонда шал балаларға: Есегім өлең айтпайды. Сендер де жақсы жолдасын көрген соң қуанғаннан бақырады, деп жауап береді. Бұл сөзді естіген соң балалар ұялып, ендігәрі жарлы адамдарға күліп мазақтауын қойыпты.